Паралимпиада ойындарының түрлері. Паралимпиада ойындары бұл мүгедектігі бар спортшылар арасында өткізіліп тұратын халықаралық спорттық жарыстар. Ойындар 1960 жылдан бері өткізіліп келеді. Оның екі түрі болады: жазғы және қысқы. Жазғы атлетика, жүгіру, серпе, баскетбол, арба баскетболы, велоспорт, жүзу, футбол, арба футболы, гольф, теннис, арба теннисі, дзюдо, волейбол, тұрақты және арба волейболы, бауырсақ спорт, жеңіл атлетика және тағы басқалар. Ал қысқыға биатлон, шаңғы жарыстары, мұздағы хоккей, арба жарыстары. Қысқы паралимпиада ойындары мүмкіндігі шектеулі спортшылар қатысатын қысқы спорт түрінің бірі. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін көптеген жараланған сарбаздар мен қарапайым адамдар қайтадан шаңғы тебуге оралды. Осыдан кейін мүмкіндігі шектеулі жандардың қысқы спорт түрлері біртіндеп дами түсті. Тарихта бірінші қысқы паралимпиада ойындары 1976 жылы Швецияның Орнскольдвик қаласында өткен. Айтылмыш олимпиадаға 16 ел мен аймақтан келген 250 спортшы қатысқан екен. Жазғы олимпиада ойындары халықаралық олимпиада комитетінің эгидасымен 4 жылда бір рет өтетін жазғы және барлық маусымдық спорт түрлерінен орасан зор халықаралық жарыстар. Ойындар 1896 жылдан бастап өткізіледі. Қазіргі заманғы олимпиада қозғалысты жаңартуын барон Пьере де Кубертенмен байланыстырады. Назарларыңызға рахмет.